Aziz dostlar, Qaraqalpaqstan телеканалында сіз күткен Ауа, sizге айтып жатырмын. Һәм күлкі құмар тамашагөрлерге арналған әзілкеш көрсетуі. Бүгінгі көрсетуімізде яхшы, өздеріңіз көріп аласыз. Демек әзір әзілкеш. Күтіп алың, Юморбек. Кеше Саманбайда болып өткен той Гиннестің рекордлар кітабына кіріпті. Себебі ол тойда басқаша деген қосық ұлыма бір ретте айтылмаған. Ұлыма басқаша той болған да. Ассалаумағалейкум әзіз достар. Қарақалпақстан телеканалында әзілкеш көрсетуі болып табылады. Бүгінгі көрсетуімізде көплеген қызықлы сәубетлер әмде таң қаларлық меймандар һәм тағы басқалар келетұғын болып есапланады. Яқшы. Құласы біз әзілкеш көрсетуін бастаймыз. Эксперттердің айтуына қарағанда, жақында бір той болған, тойда келіншектің бір күнлік киетіғын ақ туфлиінде келіншектің қолының ізлері емес, ал күйеудің жораларының қолының ізлері көпілеу екен да. Бұл неден дәрек береді? Еледе жәметімізде жастар арасында туфли саудасының сондай әуіз алып бұратқанын бұл белгісі болып табылады. Енді әзілкеш көрсетуінің қауындерлерімен таныстырып өтсем, біздің бас қауындеріміз қаяқтасаң. Қаяқтасаң, біздің бас қауындеріміз. Құласы, біз давам етеміз. Әзілкеш көрсетуінің дәслепкі мейманы, мына жерге отыратын мейманымыз, әр қилы нәрселерді ізетлеу бойынша жас ілімпаз Ю Сейдуллаев. Рахмет. Ассалаумағалейкум Әлгешек. Ассалаумағалейкум Юморбек. Тоқта. Қолыңды, шеп қолыңды. Енді сәліміз. Әне, мен осы жолменен бас дүгістірудің, тоқтатудың интерактив ұсылын ойлап таптым. Әжер. Бас дүгістірудің интерактив ұсылы? Дүгістіруді тоқтатудың интерактив ұсылы. Тоқтатудың интерактив. Интерактив деген не? Енді интерактив дегенді мен ойлап таумадым. Бірақ ұсындай жерлерде қоллансаң ямана эффект береді. Енді тоқта, эффект деген не деп тұрама? Неге? Білмеймін. Ю Сейдуллаев, үрметлі Ю Сейдуллаев, сіз не үшін деп тұрсыз күнімен? Мен алдын ашкейім бар еді. Әзір жоқ, соған үйрен қойғаман деп. Ашки қақта? Ашки тау алмадым. Не үшін тау алмадың? Ашки тау әндесім, ашки жоқ. Ашки жоқ болса, ашки тау алмайсың ғой. Ашки емес дейсің ғой. Рахмет, Ю Сейдуллаев. Сейдуллаев, біз сізді таң қаларлық деп мақтаватсыз ғой, ілімпаз деп. Бірақ сіз әпуай бар жоғына бас түгістіру менен шұғыланатқан екенсіз, бас түгістіру, тоқтату. Оның не керегі бар, не әхметі бар демен да бас түгістірудің? Енді бұл бас түгістіру әпуай нәрсе емес. Дүгістірі білсің, азында басың ауырайды. Кейінен қайттан дүгістіргін келе береді. Дүгістірі біруді, дүгістірі біруді болмайды. Кейін ол денсаулыққа зиян. Рахмет. Ю Сейдуллаев, сізді не үшін Ю Сейдуллаев деп айтады? Мен алдын Яу Сейдуллаев едім. Яу? Яу Сейдуллаев едім. Яу Сейдуллаев. Азғантай абырой көтеріліп, Ю Сейдуллаев болдым. Бара-бара Юсы болып қалатын шығармын. Дәбір, ажайып. Енді ілімей жаңалықларыңыз, ойлап тапқан затларыңыз, солармен бөліссеңіз? Бөлісейік. Бірақ көбі менгі болады, азғантай сілерді болады. Яқшы. Енді мен мына көптеген ізденулер нәтижесінде соны анықладым. Соны анықладым да. Дүнияда ең кішкентай адамдар бұл фотосуретлерде болады екен. Фотосуретлерде болады екен. Одан кейін алма темірге бай. Алма темірге бай. Мына гейшерде С витамин болады. Кейінен ірімшікілерде белок деген күшлі болады. Енді көп витамин, дүнияда ең көп витамин. Бұл қайда болады? Аптекілерде болады екен. Дәріханаларда болады екен. Кейінен жас жаңарақлар ұрысып қалады, жас жаңарақлар ерзайып ұрысып қалады. Сөйтіп, кейін жас үлгенде олар айтады, өздеріңіздің болған екен ғой, шапалақ бір қолдан шықпайды, екі қолдан шығады деп. Дұрыс қой енді. Бірақ екі қолдан шығады. Бірақ бір қолдан шығатын шапалақ бар екен. Мен соны анықтадым. Қалайын шапалақ? Мінекей. Кейінен Demek, енді білдім. Onda
Болды. Айгүлден екен ғой бәрі, иә? О, кейіннен аялды бақытлы қылудың жолын ойлап тапты. Қалайынша ол? Бірақ яман қымбат ол. Яман қымбат. О, мен білемін. Айтқан затын сатып бере бересің. Қымбат. Мен іліммен шоғлансам болады екен ондай сіз. Болмайды сізге. Негізі маған болмайды. Не үшін болмайды? Енді болады, бір кездер болады, бір кездер болмайды. Яқшы, және қандай күзетулер, жаңалықлар болды? Жаңалықлар болып табылады деген сөз. Болып табылады деген сөз көп телевидениеде қолданылатын сөз болып табылады. Сол затларды мен анықладым. Енді қапа болмаңда, сіздің ойлап тауып отқан затларыңыз бір афуайы бір әхметі жоқ нәрселер ғой, оны бір жұмыс қылып ойлап тауып деймін мен. Тап мына ілімпаздардың мына әзіргі шығарып жатқан шығармалары әлбетте жүре ахметке ие, болып табылады. Рахмет. You see the light. Енді бір өзіңіз хақында да айтып берсеңіз, да? Енді мен өзім біреумен. Бірақ екі кемшілігім бар. Қандай? Бірінші һәм екіншілер. Сол бірінші һәм екінші кемшіліктер бір толықлау қылып айтып беріңіз бізге. Енді мен біріншіден ауқат жеуді жақсы көремін. Екіншіден еріншекпін. Ізін айтуға ерініп тұрмын. Қой мен ауқат жеп қойдың. Рахмет. Біздің мейманда You see the light еді. Біз давам етеміз. Ендігі мейманымыз 2015 жылы спорт телеканалында өткізілген рекорд уз таңлауында таңқаларлық гимнастика трюктеріменен 3 жыл қатарына Өзбекстан чемпионы һәм рекордсмені болған қарындасымыз тақта көпірлі Жансұлу Татлымұратова бүгін мейманда. Рахмет. Татлымұратова Жансұлу өзі микрофоннан сәл-ақ үлкерлеу да. Микрофон күшің жетеді ғой, ұстап отыр ғой, күшің жете ме? Жансұлу, қош келіпсіз.
Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Көрдіңіз ғой, бұндай қабілет иелері көп сөйлемейді. Олар сөйлегенге қарағанда іс-әрекетпенен дәлелдеп берген мақұл көреді да, маған ұсап. Дұрыс емес пе? Әзіл. Демек, бұндай талантлы қабілеттің әлбетте арқасында қолдап, қуатлап тұрушы, оған медет беріп тұрушы ұстазы һәмде анасы болады. Демек, Жансұлу чемпион қарындасымыздың анасы Тәжмұратова Гүлмира һәмде мұғалімі Қосекеев Медет бүгін мейманда. Мархамат, қош келіпсіз. Демек, жаңа таныстырып өткендей, бұл Жансұлудың анасы һәмде ұстазы болып табылады. Қош келіпсіздер. Құр қол келмейік деп, енді медалларын бәрін алып келіпсіз ғой, дипломдарын. Ал енді бірінші мектепке барғаннан бастап медетсіз енді хабардар шығарсыз, бірақ оған шекем бұл талант жүзеге шығып бастаған. Демек, анасынан тыңдаймыз. Ал Гүлмира? Жансұлу қызым 2,5 жасынан бері Тақтакөпірдегі көркем гимнастикаға қатынайды. Ол жерде гимнастиканың түрлерін үйреніп, көп жетістікке жетісіп кетіпті. Ташкентке 2015 жыл рекорд тозға барып, Өзбекстан бойынша рекорд қойды, ә? Өзбекстан бойынша рекорд қойды. Біз естігенбіз, мен естуім бойынша 3 рет қатарына рекорд орнатқанда, одан басқа адам қатынасты ма, басқаларам деген ғой, өзі қатынасып, өзі алып қайтты ма? Көп адамдар қатынасты. Көп адамдар. Әне, өзіміздің ауылдың, Тақтакөпірдің қызы 3 рет Өзбекстан чемпионы рекорд қойғанда. Рахмет, білдім мен соны. Алдынан 2015-тен бастап білбем соны. Әзірге шеген көрсетіп тайырлап, соны шығады ау ертең деп, соны 1 жылдан бері тайырлап жүрміз. Рахмет. Спортқа өзіңіз алып барыңыз, өзіңізде де бар ма бұл спортқа қызығу, гимнастикаға? Менде ондай қызығушылық жоқ, бірақ Жансұлуда бар. Сол рекорд басыланғаннан бері көрсетуін не қылмай көріп барады. Оған рекорд ұзға барып қатынасу пікірін кім айтты? Өзі айтты. Мен жаңа мына жерде ойнап атқан уақытта, жаңа трюкларын көрсетіп атқан уақытта, енді аллалап зорға отырдым да, қорқып ана бір жері бір науқас болып қалмағай, жаңағы бір ауырып қалмағай деп та. Сіз енді анасы болып тұрып, қалай оны шыдап көре аласыз деймін да бұл? Біздердің көзіміз үйренген да. Біз алдын көрсетуде мейманға шақырайын деген уақытта келмей қалды. Ташкентке кетіп қалдық. Қыдыруға ма? Жарысқа. Жарысқа, сөйтіп, ұтып қайттың ба? Ава. Не деген жарысқа алып қайттың? Индиго. Индиго? Қайсы көрсету? Қайсы телеканал? Зор. Зор. Яқшы, енді ұстазы Медет. Біз Медетпен бұрыннан таныспыз, Медет? Қайда? Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтында КВН-де ойнадың? КВН-де, табиаттану факультеті. Табиаттану факультеті. Табиаттану факультетінің 2010 жылғы чемпионлары. Химбилайн командасы, Химбилайн. Мен өзім бұларға мектептің жетекшісімен, команда жетекшісі сол үшінде. Жетелеп жүр, көп жерге апарған емес пе? Көп жерге жетеклеп жүр. Жақсы жетекші екен. Бірақ өзің сабақ оқытпайсыз. Мен ойладым, мен дене тәрбиесінен оқытама деп хайран қалдым. Қалай биологиядан дене тәрбиесінен оқытады деп. Жақсы. Жансұлу хақында сіз енді анасы айта алмаған пікірлерді сіз толықтырсаңыз. Енді бұл рекорд ұздан шықты, Тақтакөпір районынан деп. Сол кезде мен өзімім көп уақыт онша неғам жоқ. Рас өзімізден шықты ма деп, өзімім хайран қалдым да. Ояққа барған уақытта енді жылда тек бір нәрсені көрсете бермеген шығарсыз, әрқилы көріністер болған трюклар. Қандай ең қиын трюк қалайсы болды? Ең қиын трюгіміз сандықта ойнағанымыз қиын болды. Қандай? Сандықшада шығып ойнаған. Сандықшаның ішінен шығып, сандықшада өзі һәм стульшігімен шыққанында. Һәм өзі? Стульшігімен. Һәм стульшігі бір сандықтың ішінде, бір сандықтың ішінде. Демек, сіз Қарақалпақстаннан Ташкентке бараман дегенше, жол ақыны экономлап, сандықтың ішіне салып апардыңыз ба? Ол трюк беді деген ғой? Трюк, сандықтың ішіне шықты ма, былай қарап? Зор екен, қызым, сандықтың ішіне кіріп кеттік, қақа қыдырып барады, не қаласың, Ташкентке барады. Зор, әжайып. Ол сандығыңыз қақта енді? Ол сандығымыз бар, құда қалесе. Онан басқаша трюкті ойлап, аквариумның ішіне шығатын қылып, кележекте. Сіз жүз білесіз бе? Жоқ, сусыз. Енді онда сізге сұрауда, Гүлмира, ұйқылап атқан уақытта жаңа деп
деп былай енді сүйегі жоқ деп ойласаң да деп енді денелері майысып falan көрсетемесің. Енді сондай деп майысқыш денелерім келеді. Bir ұйқылап атырып, ұйқысырап, былай аунап жүріп, өзімен өзі байланып қалса жазып деген Кеше такси менен бардық Ташкентке. Сол вакытта қасымыздағы адам. Таксиде қасыңызда отырды ма, я артта сандықшаң ішінде? Қасымда отырды. Сол вакытта адамдарым айран қалды да, бұл қалеген жерінде ұйқылап кете береді деген. Иіліп ұйқылап кете береді да. Деп. Бізге және басқа бір трюк көрсете аласыз ба? Сол жерде отырған жеріңізде. Бізді таң қалдыра аласыз ба және? Аяғын тайып кетпей ме? Иә. Жасыл, бір сәлемес қолын қысып қояйын деп. Бірақ бар сүйектері бар орында. Рахмет. Рахмет. Енді медет сол жетекшісі деп атсыз, Камалат жетекшісі сол мектепте. Енді келешекте қандай режелер бар? Бұл талант иесін елде жоғарыға шығару бойынша. Келешекте енді талантын елде таныту мақсатында біздерде Камалак Юлдыздары деген не бар? Камалаттың бір таңлауы бар. Енді бұл келесі жылы Құда қаласа сол таңлауда қатынастырып Өзбекстанда орын аламыз деген ниетіміз бар. Жаңа сонша таңлаулардың бәрін жеңімпаз деп атсыз, 3 рет қатарына Өзбекстанда рекорд орнатқан, қолында статуэтка бар, спорт телеканалының, не деген? Жансұлу? Рекорд уз шоусының, сондай, не деп айтады бұна? Статуэтка. Статуэтка, статуэтка деген бар. Спорт телеканалының record.uz шоу статуэткасы. Шапалақ қошамеке. Зор. Енді бағана бір естіп қалдым, бұны жеңімпаз болғаннан кейін бір жолламаны қолға кіріпті деп. Қытайға жоллама алды. Қытайға? Қытайға? Ол жақта қандай шоу дәстүр? Сол Құда қаласа аквариумда. Бағана айтып отқан аквариумда сол жаққа барып көрсетті жақсы. Сол жаққа барып. Онда ертең Қытайға барып келгеннен кейін және бір шығамыз, біздің көрсетуден, сол жақта көптеген сөз үйреніп келеміз ғой, қытайшалап, бәрібір сөзіне қарағанда ісіменен дәлелейтін қызда. Мен бұл жатқа таң қалып жатқанда, Қарақалпақстан бойынша 3-ші орында алады, бірақ Өзбекстанға барып жарысса рекорд болады екен. Бұл ажайып. Мен ойлаймын, онда 2-ші орында алған, һәм 1-ші орындағылар барса, олыма дүние жүзінде 1-ші орында қайтады олар, Ажайып, сондай таланттарыңыз бар да. Демек, спорт телеканалының record.uz шоуының 1-ші дәрежелі диплом. Дипломлардың қасында айген пакетке салып, сауғада тапсыра ма сілерге? Оны езіп жоқ па? Тек біздің ауылда ма деймін, айген пакет қасында сауға болу керек еді. Ендігі де берсе, сен мен яқшы ма? Қасында сауға болу керек, айген пакетке салған. Рахмет. Енді Жансұлу, сен өзім бір тілек, тамаша көйлерге Қытайға барғанда орын аламыз ғой, соны бір енді өзіңіз уәде бересіз. Микрофоныңызды алың, микрофон қайда? Ал Қытайға барғанда орын алып қайтамыз ғой, Жансұлу? Сол ақында уәде бере аламыз ба? Мен Қытайда бірінші жаһан чемпионы боламын деп. Мен Қытайда жаһан чемпионы боламын. Рахмет. Демек, бүгінгі меймандарымыз рекордсмен қарындасымыз Татылмұратова Жансұлу. Рахмет. Бұлар Зор ТВ басылаушысы, басылаушысымен кеше түскен суреті. Бұл жеңіп алған дипломлары. Демек, давам етеміз. Енді Жансұлудың сол Зор ТВ телеканалында қандай көрсету дедің? Индиго көрсетуіне қатынасқан хақында біз видео репортажды біргелікте тамаша қыламыз. 12 yoshgacha bo'lgan Indigolar bilan sizni tanishtirib boramiz. Bu haqiqatan Indigo, bu tug'ma talant. Shaxmat o'ynab savolimga javob beradimi? Qo'lingizdagi nima? Buni ochib ko'rsa bo'ladimi? Yo'q, ochmaymiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi. G'oyib. Siz iqtidorlimisiz? O'z iste'dodingizni ko'rsatishga qodirmisiz? Unda bizga murojaat qiling. Енді менде қандай hurmat jarliq
бұндай заттар жоқ та, бірақ менде сіздерге арналған сол бір тек кеуілді көтеріп, кепиятты көтеретұғын Юморбек әзілер шыққан Қаридар газетасын сіздерге сауға қыламын. Седі шапалақлар болады, аны мамаңа ұстазына бересің. Кесік қой. Демек, және барда естет өтеміз, Өзбекстан рекордсмені hamde Қытай мемлекетінде өткізілетін үлкен шоуға жолдама алған қарындасымыз Татлымұратова Жансұлу, hamde оның анасы Гүлмира, һәм ұстазы Медет. Енді хабарыңыз бар, сыр сақлау бойынша, аз көпшілік адамдар сыр сақлай алмайды ғой. Сыр сақлау бойынша бірінші орында голландтар тұрады екен. Себебі Голландияда сыр сақлау бойынша сондай тәжірибесі көп. Олар сырды көп уақыт сақтап қояды, кейін сыртелерге де сатады. Сондықтан голландский сырлар ең қымбат сырлар болады да. Сол екен оның сыры да. Ендігі сырлы мейманымыз, мінекей сырлы мейманымыз жүдә бір сырлы мейман болып табылады. Бұның сырлығы сонда ешкім бұның алдына қарап, алдына шығып түрін көрмеген да. Тек ізінде артында отырып хабарласады да бұғанда. Бұның сырлы тарихам сонда. Қош келіпсіз. Рахмет. Сізге бірінші сұрауда, не үшін сіз теріс қарап отырсыз? Енді мен бұл кәсіпке балалығымнан қызыққанман. Кешіріңіз, мына үшінші сұраудың жауабын беріп жіберіппен ғой. Қандай еді біріншісі? Бірінші сұрау, сіз не үшін теріс қарап отырыпсыз деген сұрау болып табылады. Енді бұл менің жұмысым. Егер сен бүйтіп қырсығып теріс қарап отыра берсең, сен студиядан шығарып жіберемін саған. О, сенің жұмысың. Яқшы, енді және бір сұрауда, жүдә бір сырлы мейман, тамаша көйлерге айтайын дегенім, бұл сондай сырлы, азыр деп қарап отырып, бұның қайсы кәсіп иесі екенін бірінші болып тауған адамға ешнәрсе берілмейді. Себебі бұл жарыс емес қой, бұл рекорд өзі емес. Бұл тек бар жоғы әзілкеш көрсетуі. Сізге сұрау, сіздің қолыңызға не болған? Еш зат болған жоқ. Онда не үшін байлап қойсыз? Сол бір зат болмау үшін. Енді түсінеміз, әзілкеш көрсету болғаннан кейін әзілесіп отырған ғой енді бұл да. Енді бірінші қолын күнап кетеді. Одан кейін адам қиналып кетеді да, содан кейін сөйтіп байлап қойып қойған. Күнә. Демек, әрдайым адамдарға теріс қарап отырады, шеп қолын байлап жүреді, күнап кетпеу үшін. Демек, қайсы кәсіп екенін білдіңіз, білсеңіз, үндемен айтпаңыз. Сіз тек қана сөйтіп отырасыз ба, емаса арасында адамдарға қарайсыз ба, жүзіңіз бұрасыз ба? Енді арасында жол хақына батырған уақытында деп қараймыз. Одан кейін деп айнаны ашып деп қафын не қыламыз. Соғықтары бұлай-бұлай қараймыз. Демек, біз өз-өзінен белгілі болыпты. Бұл жөнелісті такси айдаушысы. Шофер дегеннің қалпақшасы шопыр ма? Шопыр бұл. Шопыры. Шапалақ қошаметер. Не отырсың? Мұны яқтап отқан екен ғой мұны. Сен жаңа 9 деген маршрутта айдайтын адам емессің бе? Ауа. Біздер сені күттірміз ғой жерде. Енді күттірсең сұрып тұрыңшы, жазып елі адам толған жоқ қой. Мынау не адам емес пе? Яқ, бұл басылаушы ғой. Сондай ма? Рахмет, жолаушыларыңыз ба? Ау, жолаушылар. Еріп келген. Рахмет, мына жаққа өтеміз сонда. Hamımız мына жаққа өтеміз, сөйтіп сөйбет давам етеміз. Шапалақ, қошеметтер. Демек, кел, қысылмай. Демек, жөнелісті такси айдаушы шопыр, әмде оның жолаушылары бүгін бізде мейманда. Ал, жігіттер, қош келіпсіздер. Рахмет. Кім асықпайтын жолаушыларым болады екен, жолынан қалып, әзілкешке келіп. Әзілкеш пе не? Әзілкеш қой. Хабар деп келіп отырсақ біздер? Әзілкеш па? Әзілкеш екен оны. Ондай болғанда киініп келетін ақ қой. Хабар деп ойлап отыр. Әзілкеш жігіттер, әзілес отқанына қара. Енді бір сұрауда, шопырға сұрау. Енді түсіндік, ұлыма, бәрі түсінікілі болды. Неге теріс қарап отырдыңыз, неге қолыңызды байлап отырдыңыз. Енді сізге бір сұрау бар да. Сіз дамасыз, жөнелісті такси айдаушылары әмесі асығыста, неге оншама асығып деймін, қаққа барасыз? Неге о асықпайтын шопырларым бар? Кімдер мысалы? Мысалы, мына светофорда, яғни шырақта, қызыл шырақта тұрып қалған бірінші машина асықпайды, қағаларының әмесі асығыз. Соң үшін іздегілер деп сигнал басып, е? Ауа. Сигнал дегенің қалпақшасы қандай? Қоңырау. Не үшін сіздер жолаушыларды қорқытып, былай айдайсыз да? Соған неге сөйтіп айдайсыз? Тәубеге келтіру үшін адамдарды сөйтіп айдаймыз біздер. Мысалы, біздер сол машинды қатты айтаса, құдайым-ау деп отырады ғой үшінде. Сондай да, құдайды есілейді да олар. Енді басылаушы қойттым, менде де бір сұрау бар да. Мына сілер жолаушылар жүретін зебра сызық дейтін бе де?
Білмеймін, айта берсін. Сол жерден өтіп жатқан кезде не? Сіздер тоқтап тұрсыз біздерді күтіп. Сол жерде асықпай өтіп жатқан кезде сіздердің ең бірінші айтатын сөзіңіз. Яқ, бірінші емес, біріншісін білеміз, екінші сөзіңіз. Екінші сөзіміз, Алла өтті ғой дейміз. Шағдан кейін. Сен не дейді? Таға сұрау. Шопыр бала? Ал. Бізде кішкентай уақытта не? Мынандай ха деп ойнайтын ек та. Сіздер бір-біріңіз көрсеңіз, былай ойнайды екенсіз та? Неге? Сол ойын, еле сол ойын. Ха деген ойын. Сол хәләрді түсіндіреміз де бір-бірімізге. Содан бір күн қызық болды. Мына бармағы жоқ біреу, бір шопыр такси айдап кетіп бара тұрған ғой, сөйтіп ана алдындағы машинға дей берген сөйтіп жаңа хәлләр ұстап алған оны. Сондай уақиғалар. Енді және сізге сұрауда, не үшін әбенедей көшеді, әбенедей көше? Сіз бірақ жол тербай дейсіз та, былай, не үшін жол тересіз? Енді біздерге мына мектепте үйретіп тастағанда, мына жаман жоллардан жүрмең, туыр жоллардан жүрің деп, сол туыр жол деп сайлабай дейміз біздер. Содан кейін. Жол сайлайсыз, иә? Жол сайлаймыз. Демек, жастарымыз жаман жолға түсіп кетпеу үшін жоллардың бәрін ремонтлау керек деп айта жақ емеспен да мен. Не үшін? Оны айтып болдыңыз ғой өзіңіз. Өзім айтып болдым, иә. Жақсы, енді мына кәсібіңіз сол жөнелісі таксиді басқарушы, яғни шопыр ғой. Қандай кәсібіңізде қызықты уақиғалар болады? Кәсібімізде қызықты уақиғалар жүдә көп. Себебі мына нөкісте бәндіргілердің аты көп. Мысалы, кешегіде машина айдап бара тұрсам, біреу текшеде түсіріп кетті дейді. Текшеде қалайын дейді. О, текшеге мінесең, текшеде қамайсаң дедім оған. Сөйтіп кейін және бір уақия болды. Біреу жаңа артта отырған екен, кетіп бара тұрып, маршрутты айдап, салмада тастап кетті дейді. Қапыны аштым да салмаға лақтырып кетіп қалдым дейді. Сондай болып табылады. Менде де мені қинайтын бір сұрау бар да. Нешінші жылсаң деген сұрау қинайды да, мен нағара айтып көр. Нешінші жылсаң? Ана қара, қиналдым. Әзілкеш көрсетті ғой, әзілкеш көрсетті. Сіздерге сұрауда, нөкісте неше жөнелісті такси бар? Енді нөкісте адам басына бір машинадан туыр келеді. Бас жоқлар қандай? Сіздерді машинға мінгізбейді олым ма? Жаңағы адам басына бір машинадан туыр келеді дегеннің себебі, har күні базарға барсаңыз, бір адам болсақ жүреміз деп айтып тұрады жаңағылар. Бір адам болса жүреді? Бір адамға бір машин сол. Қандай әжайып заман. Кім? Адам толды ма, кетейік, бізде тойға барымыз керек, асықпай, сені күтіп отырмыз. Мен құдам келу керек әз. Кім берман қараса? Кім деген құда? Байрам деген құдам келу керек та сол. Мен ғой? Сен ба? Әйтеуір түрің таныс. Мына қара, мен құдам қасым деген жүр, тойға барайық. Кетейік, жүр. Қайықта, той қайда болады? Ресторанда ма? Ресторанда ба? Ауса, асықпай қойыңыз. Басылау үстімен қойың. Рахмет. Демек, Дамас шопыры, әмді жолаушылар, құда бала, басылаушы, әміз төрт көз түгіл болса, біз тойларда көрсек деген соғы. Біз көрсетуіміз жұмақлаймыз. Сіздер енді тойға баратын болсаңыз, біздермен жүресіз, болмаса айқұлақ көрсету болады біздерден кейін. Тойларда көріскенше, аман бол.